Алаяқтар қолданатын топ 5 фразаны бүгін сіздермен талқылайтын боламыз. Біздің парақшаға тіркеліңіздер, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Құрметті оқырмандар, алаяқтар сіздерге ең алғаш хабарласқан кезде бірінші полиция қызметкеріміз немесе банк қызметкеріміз деп хабарласуы мүмкін. Одан ары қарай бірінші фразаға өтетін болсақ, сіздің шотыңызда күмәнді операциялар жүруде, соны тоқтатуымыз керек дейтін болса, бірден біліңіздер, бұл алаяқтардың алғашқы фразасы. Ары қарай сізге айтады, осы операцияны тоқтату үшін қазір сізге SMS барады, сол SMS-тегі кодты айтыңыз. Мінекей екінші фразаға көшті. Сондықтан да осы біріне жалғасқан фразаларды еститін болсаңыз, бірден тұтқаны қойып қойыңыз, себебі алаяқтар сізді ары қарай да алдауы мүмкін. Осылайша үшінші фраза туындайды, сіздің атыңыздан кредит рәсімдеуге өтініш беріліп тұру, сіз бұны растайсыз ба деп сұрақ қою мүмкін. Әрине сіз жоқ, мен ешқандай кредит алып жатқан жоқпын дейтін болсаңыз, тағы да сіз үшінші ретпен алаяқтардың құрығына ілініп қаласыз. Сондықтан да осындай фразаларды еститін болсаңыз, бірден тұтқаны қойыңыз. Ешқашан біліңіз, полиция қызметкері, ұлттық банк болсын, кез келген банк қызметкері сізге бұл телефон арқылы хабарласпайды. Қандай да бір күмәнді операциялар, қандай да бір шотыңызға қатысты мәселелер болатын болса, сізді ол банктың бөлімшесіне шақыруы тиіс, немесе полицияның бөлімшесіне. Келесі айтылатын фразалардың бірі, сіздің банк карточкаңыздың сұрағы өтіп жатыр, сол үшін де келесі код арқылы сіз картаңыздың уақытын создыра аласыз дейсіз. Біліңіз, сіздің картаңыздың алдында қай уақытқа дейін жарамды екенін көрсетіп тұрады. Одан кейін карта автоматты түрде іске жарамсыз болып, сіз банкке барып өзіңіз жаңадан карта алуыңыз керек. Келесі фраза ол, сим картаңыздың уақыт мерзімі өтуде. Біліңіздер, ешқандай телефон сим карталарының мерзімі болмаса жаңада соңғы уақыт қарастырылмаған, өзіңіз қолдан оны қоқысқа лақтырмайынша ешқандай мерзімі өтпейді. Тағы да бір кеңінен таралған сөз, ол сіздің тұрған депозиттегі шоттағы тұрған қаражатыңызды бір қауіпсіз шотқа ауыстыруымыз керек деп сізге сандар беруі мүмкін. Ол әрине алаяқтардың болмаса ортадағы дроперлердің шоты болуы мүмкін. Ол ешқандай да қауіпсіз шот емес. Олар сіздің ақшаңызды жинап бір басқа үшінші тұлғаға жіберу арқылы ақшаңыздан айыру мүмкін. Осыны да біліп жүргендеріңіз абзал. Осындай алаяқтардың сөздерінен сақ болыңыздар. Осындай сөздер естіп жатсаңыздар, бірден байланысты үзіңіздер. Алаяқ net жобасы сіздерге ескертті.